Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін етті бәліш дайындадым. Осы рецептпен сіздермен де бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздер де осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, бір араластырып аламыз. Барлық ингредиенттарды астында описаниеде жазып кететін боламын. Оның үстіне еріген сары майымызды құйып, немесе маргарин, одан кейін суымызды құямыз. Жақсылап бір араластырып алғаннан кейін ұнымызды міндетті түрде аз-аздан қосып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде аз-аздан қоса отырып қамырды илеңіздер. Одан кейін үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді қосамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды тындыруға қойып қоятын боламыз. Ол уақытта начинкасын дайындайтын боламыз. Мен сиыр етінен жасадым. Сіздер қой немесе тауық етінен, басқа да еттерден жасай берсеңіздер болады. Осылай кубикта барлығын турайтын боламыз. Оның ішіне картоп және пиязымызды да кубиктап турап, дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосатын боламыз. Начинкамыз дайын болды. Енді тынып тұрған қамырымызды алып, 2-ге бөлетін боламыз. Біреуін үлкен, біреуін кішірек қылдырып бөлеміз. Кішірек қамырды жаңағы бетіне қоятын боламыз, ал үлкен қамырды астына жібереміз. Астына қоятын қамырымызды осылай үлкенірек етіп жайып алатын боламыз. Одан кейін противеніміздің үстіне пергамент қағазын қойып, үлкен қамырымызды орналастырамыз. Дайын болған начинкамыздың барлығын жақсылап бір келкі етіп салып шығатын боламыз. Одан кейін бетіне қоятын қамырды жайып алып, бетіне орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай шет-шетін жақсылап жабыстыру керек, жаңа піскен кезде ашылып кетпес үшін. Осылай видеодағыдай шет-шетін жақсылап өріп шығамыз. Дайын болған пирогымыздың үстіне жұмыртқаның бір сарысын алып, толықтай бетіне жағып шығамыз. Қалауларыңызға қарай кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Осылай ішіне ауа кіріп тұру үшін вилкамен бетін тесіп шығамыз. Дайын болған пирогымызды 30-40 минут аралығында 180 градуста пешімізге пісіріп аламыз. Мінекей біздің етті бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Бірінші рет жасап тұрған адамның өзінде керемет болып шығады. Қамыры да қалың емес, жұқа емес, орташа болып шыққан. Осы рецепт бойынша сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.